Бесінші есеп. Али кітапты сатып алып, бірінші күні сол кітаптың барлық беттерінің 7/3 бөлігін оқыды. Екінші күні қалғанның 3/1 бөлігін оқыды. Егер ол 2 күнде 260 бет оқыған болса, сонда кітапта барлығы неше бет бар? Біз былай жазайық, ол бірінші күні кітап оқыды және екінші күні кітап оқыды. Ал кітапта барлығы неше бет болған біз білмейміз, сондықтан оны x деп белгілейік. X барлығы. Егер ол бірінші күні барлық беттерінің 7/3 бөлігін оқыған болса, ол онда бірінші күні 7/3 x бет оқыған. Ал екінші күні қалғанының 3/1 бөлігін оқыды дейді. Ендеше егер ол бірінші күні 7/3 x бет оқыған болса, ал барлығы x болса, онда қалған табу үшін біз x-тан 7/3 x-ті азайтамыз. Ал бізде x-тің алдында жасырын түрде 1 бар, біз оны 7/7 деп жаза аламыз. Демек, қалғаны 7/4 x. Сонда екінші күні ол қалғанының 3/1 бөлігін оқыған. Және ол 2 күнде 260 бет оқыған болса, біз мынандай теңдеу құра аламыз. Бірінші күні ол 7/3 x оқыды. Екінші күні 7/4 x көбейтілген 3/1 бет оқыды. Және осы 2 күнде ол барлығы 260 бет оқыды. Онда біз осы теңдеуді шешу арқылы барлық беттің қанша болғанын таба аламыз. 7/3 x қосылған. Қысқаратын ештеңе жоқ мұнда, сондықтан бөлімін бөліміне, алымын алымына көбейтіп жазамыз. 21/4 x тең 260-қа. Ортақ бөлім берейік. Бірінші бөлшекке 3, екінші бөлшекке 1. Сонда 21/9 қосылған 4 x тең 260-қа. Осы жерден 21/13 x тең 260-қа. X тең 260-ты бөлеміз 21/13-ке. X тең 260-ты көбейтеміз 13-тен 21-ге. X тең 260-тың бөлімінде 1 бар. 260 пен 13 қысқарады. 13-ке бөлімінде 1, алымында 20. 20-ны 21-ге көбейтсек, 420 болады. Ал біз x деп барлығын белгіледік. Демек, кітапта барлығы 420 бет болған. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.